Баршаңызға сәлем достар, және бүгін біз Brawl Stars ойынын ойнайтын боламыз. Сіздер PlayGZ арнасындасыздар. Арнаға тіркеліп кетіңіздер, қоңыраушаны басып кетіңіздер. Ал біз ойынымызды бастайық. Достар, қазір Brawl Stars'та жаңа обновление болып жатыр, және біз ең алдымен қазір новостиға кірейік. Және Brawl Stars'та бізге 10 зомбо ящик береді екен міне. Және осы 10 зомбо ящикті бізге 31 қазан күні береді екен. Яғни міне осы жерде міне событиясы тұр. Және 31 қазан күні біз осыны аламыз. Және бізге міне 20 миллиард жеңіс керек екен бұл жерде. Жарайды, енді достар, енді бұны так оқып қойдық негізі. Так, енді көрдік бұны. Шығайық бұл жерден. Қазір тағы не бар? Міне мынандай кітап пайда болды. Вход воспрещен деген. Так, міне осындай кітап пайда болды. Енді бұны міне баспа деп тұр. Уходи деп тұр, просто иди домой дейді. Бірақ қазір енді біз бұны басып жерсек, енді көрейік не болатын. Егерде бассақ, міне осындай енді реакция береткен кітап. Енді бірнеше рет басып жерсек, қазір егер қателеспесем, бір қорқынышты әйтеуір сурет шығады. Міне бағана осындай қорқынышты сурет шықты. Тағы да шығу керек негізі, егер тағы да бассақ. Міне сондай көк және қызыл бір қорқынышты әйтеуір бір суреттер шығады екен. Так, жай достар, енді мен енді білмеймін не үшін бұл кітап керек екенін. Бірақ енді шығайық бұл жерден. Қазір тағы не бар бұл жерде тағы? Қазір біз ең алдымен енді квестке кірейік, көрейік не бар екен. Квестте менде ештеңе жоқ енді жасайтын. Так, ештеңе жоқ, наградада тоже ешқандай қызық жоқ. Так, наградада ешқандай қызық жоқ. Шығайық бұл жерден. Енді қазір событияларға кірейік. Қазір событиялардан достар енді екі жаңа события пайда болды. Ол погрузка және расхитители гробниц деген. Біз осы екеуін қазір енді орындайтын боламыз, яғни ойнайтын боламыз. Және осы екі событияны қазір ойнайтын боламыз. Қазір шығайық енді бұл жерден. Және Кензи жайлы айтайықшы енді қазір достар енді. Енді міне Кензиді осы ашу үшін енді кішкене ғана қалды, енді мен ойлаймын келесі аптада уже Кензиді ашып тастаймын деп ойлаймын. Так, енді шығайық бұл жерден. Және бізде тағы Brawl Stars'та міне подарки дня деген бар. Осыны да күнделікті түрде алып жүру керек. Мен енді күнделікті түрде алып жүрдім. Және ертең ең соңғы күн. Так, осыны да алуды ұмытпай жүріңіздер. Мен қазір енді шығайын бұл жерден. Ең бастысы біз қазір енді мына екі событияларды ойнап көретін боламыз ғой. Осы погрузка және расхитители гробниц дегенді. Давайте қазір погрузканы ойнап көрейік ең алдымен. Мен енді қазір боецтерге кірейін, Мен енді айтпақшы білмеймін қай боецті таңдайтынымды. Бірақ давайте біз қазір осы жаңа боецтерді таңдап көрейік, осы жаңадан шыққан боецтерді. Мен қазір моно таңдасам ба деймін да. Негізі осы ғой енді соңғы шыққан бравлер. Давайте қазір момен ойнайық. Кеттігенше бірінші атакаға. Кеттік достар, бірінші атака. Енді жақсылап тұрып ойнаймыз деген ойдамын. Погрузка достар, бұл жерде мына вагонды мына былай айтқанда жәшік па, нет. Осыны қарсыластардан бұрын тезірек жеткізу керек. Менде енді напарниктер шынымен де жақсы екен. Так, негізі ана қарсыластарға бермеу керек та негізі. Вагонды жылытуға. Так, былай тезірек атака жасап тастайық. Үстіп алып кетейік. Қазір енді бүкіл Кензи алып жатыр ғой, енді. Так, абайлайық. Ұтамыз деген ойдам. Менде өйткені напарниктер енді мықты қазір. Так, мен былай Кензиді алып кетейін былай. Так, достар, негізі жолымыз болып жатыр қазір. Өте жақсы негізі. Моның өзі негізі өте күшті бравлер ғой негізі, Мо деген. Және қазір мына вольт секрет. Так, былай алып кетейік. Так, мен жалғыз өзім қалып қалдым, Так, мына Кензиді алдық. И в принципе, бұл енді өте оңай. Былай қазір. Так, тезірек алып кетейік үстіп.
принципе оңай события, егер де әрине боецтерді иә дұрыстап тұрып таңдасаңыз. Өйткені бұл событияға енді бүкіл бравлерлер сәйкес келмейді да негізі. Ойнағанға дұрыс келмес. Өйткені Мо енді өте мықты бравлер ғой. Достар, біз қазір енді ұтылып қалуымыз мүмкін. Өйткені мына жерде енді Кензи шынымен де өте жақсы ойнап жатыр. Так, мен былай тезірек Кензиді алмасам енді болмас. Достар, енді қарсыластар иә бізге жетіп қалды негізі. Біз қазір ұтылып қалуымыз мүмкін. Так, давай, мистер Пи, енді тезірек алып кетсейін мынаны. Так, давайте, достар, енді ұтылып қалмау керекпіз біз. Все, ұят болады мынау, ұтылып қалсақ. Достар, енді иә ұтылып қалатын секілдіміз. Қабат деген достар, ұтылып қалдық қой негізі, иә. Иә, достар, бұл жерде енді шанс болмады, иә. Негізі шанс болды, бірақ енді тупить етіп қалдық негізі. Жарайды, достар, давайте мен қазір шығайын. Және біз қазір тағы да ойнап жүрейік енді. Момен. Кеттік, екінші атаканы көрейік. В принципе, бұл картада өзі өте оңай, және қиындық туғызбайды да негізі. Қарсыластарда тоже міне Кензи, қазір Кензи бүкілінде. Кензи қазір бүкілі алып жатыр Кензиді. Және бүкілі онымен ойнап жатыр. Және Кензи әрине өте мықты бравлер негізі, оны алу қиын да негізі. Так. Қазір мен енді суперімді қолданам. Так, ана жерде тоже мәмін. Так, что-то анау қуып жатыр ғой енді. Так, былай алып кетейік мыналарды. Енді тупить етіп жатырмын менде. Егерде мен қазір ұтылып қалсам, әрине мен онда басқа бравлерді алатын боламын. Енді қарсыластар өте мықты негізі, мына жерде енді бүкіл ойнап жатқан шығар енді. Так, бүкіл Кензимен енді иә шанс жоқ бізде. Мына жерде тоже, мына жерде Мэнди да бір. Так. Давайте, достар, енді тезірек жақсылап тұрып ойнап тастайық та. Так, мен Кензиді алдым. Мына жерде Бастерде бір. Так, давайте тезірек алып кетейікші мыналарды туф. Кензи жыртып жатыр бүкілін. Достар, мынау енді қазір екінші рет ұтылатын болдық қой. Иә, достар, негізі бұл жерге Кензиді алған дұрыс негізі. Осыған егерде бар болса әрине. Бірақ мен қазір енді басқа бравлерді алатын болам. Так, мен қазір мына Мэндиді алып кетейін. Так. Енді анау напарниктер тоже уже үміттерін жоғалтып алды ғой. Жарайды, достар, енді екі рет ұтылдық. Давайте мен басқа бравлерді алайын. Айтпақшы, достар, мен қазір енді боецтерге кірейікші қазір. Тағы да бір нәрсе айтып кету керекпін. Мен негізі осы Спанч Боб обновлениясында Эль Примоға Спанч Боб осы скинді алдық. Так, енді алдық қой осы Спанч Боб деген скинді. Және тағы қай боецке так алдық. Қателеспесем Баз және Тикке алғанбыз. Тик. Так, Тикке мен скинді сатып алдым. Осы мистер Крабсты. Және так, Базға, Баз ол. Және Базға сатып алған болатынмын скинді. Так, қаяқта Баз. Бізде Баз. Міне Баз Стрик. Осы Патриктің скинін сатып алған болатынмын. Так, жарайды, достар, енді бүкіл осы Спанч Бобтың скиндері өте мықты негізі. Шығайық бұл жерден, мен қазір басқа бір бравлерді таңдап көрейін. Мен білмеймін енді қай бравлерді таңдайтынын. Давайте мен Леонды таңдайын. Ойнап көрейік осы Леонмен. Және мен қазір погрузканы көрейік, қайтадан погрузканы көрейік. Болмай жатса енді әрине мен басқа бравлерді таңдаймын.
Леон енді өте мықты боец негізі. Ұтамыз деген ойдамын. Енді әрине напарниктер де мықты болса жақсы болатын еді да негізі. Әйтпесе рандомно сол напарниктермен ойнау енді негізі қиын да. Так, мен қазір былай атака. Мына жерде тоже мына қарсыластар да өте мықты негізі. Так, мен былай қазір мына бейан алып кетеміз ба? Так, бізде Сэнди, негізі Сэнди өте мықты тоже. Легендарный боец қой енді. Так, былай Шеллиді алып кетейік. Ана Мортис енді өте жаман негізі. Мортиспен ойнау өте қиын негізі бұл событияда. Так, давайте мә жігіттер енді қайтадан ұтылмайық та енді. Мен де кішкене тупить етіп жатырмын. Так, мен де тупить етіп жатырмын енді мә. Так. Мен что-то Леонмен нашар ойнап жатырмын. Мә достар, енді үшінші рет ұтылатын шығармыз енді мә қайтадан. Рандомныйлармен енді ойнау өте қиын. Әдетте негізі ұтылмайтын едім негізі. Так. Мә достар, мен қазір гиперзарядты бекер бастым негізі. Гиперзарядты бекер бастым. Мен өзі тимей жатырмын негізі. Так, таран енді. Мә таранның өзін ала алмай кеттік қой. Иде айтқым келеді да, мә осы құдай үшін мә ұтайықшы енді мә мыналарды. Так, давайте, мә Сэнди. Енді жайт мә енді бұл енді точно енді ұтылдық бұл жерде. Міне Мортис та өзі қуып кетті ғой мә енді. Так, достар, қайтадан енді шығайық бұл жерден. Так, погрузкаға негізі мен өзімде негізі түсінбей жатырмын осы қандай боецті алған дұрыс деп. Мә достар, енді қазір давайте біз кез келген ала салу керек қой негізі. Давайте біз қазір осы білмеймін. Давайте біз Фрэнкпен ойнап көрейік енді. Фрэнкті таңдайық. Так, давайте Фрэнкпен ойнап көрейік. Фрэнктің так, здоровьясы көп қой. Яғни біз просто тұрамыз и сөйтіп тезірек енді жеткізуге тырысамыз, иә. Так, напарниктер енді сендер бұл жерде тұрмаңдар енді мен так. Сендер барып атака жасасаңдар сен түф енді не істеп жатсыңдар сендер. Так, ана жерде тик. Так, давайте енді сендер тұрмаңдар бұл жерде барып атака жасамайды ма енді мына Мэнди де бір. Так, жай өзім жасап жатырмын ғой мен бәрін. Менше ұтатын сияқтымыз. Так, осы жолы. Так, мен қазір енді ультаны қолданып бірден так жол бермейміз, иә, былайша айтқанда қарсыластарға. Я Фрэнктің жақсы жері сол здоровьясы көп қой. Және не Поко да, иә, тоже. Ана жақта мен напарникте Поко. И ол я здоровьяны көтеріп, короче, тез жеткізіп жатыр. Так, мен қазір былай бұзып жіберейік. Что-то так болмады, иә, Фрэнкке болмады. Бұл жолы енді напарниктер жақсы ойнап жатыр негізі. Так, біз ұттық негізі бұл жерде. Былай жасаймыз қазір бүйтіп ультаны. И біз ұттық. Достар, енді бұл жақсы ойын болды негізі. Так, қазір біз достар басқа енді бравлер таңдайтын болайық. Басқа бравлер таңдайық. Так, қайсысын енді таңдасам болады екен мә. Так, жаңа боецтерден менде
Так, давайте мен қазір Берриді таңдайын. Енді бір рет ойнап көрейік Берримен. Кеттік достар, кеттік. Енді осы жолы тоже жақсылап тұрып ойнаймыз деген ойдамын. Так, напарниктерден менде міне Честер. Так, давайте, блин, қазір енді шабуылға кетейін, иә. Так, Амбер енді иә өзі бәрін енді қазір жыртады ана жақта бәрін. Так, мына жерде Кленси. Мына жерде Кленси кәдімгідей. Так, енді мен үсті лақтырып тұратын боламын. Чтобы не жақындамау үшін, иә. Так. Давай. Так, алып кетейік мына жерде. В принципе, жақсы ойнап отырмыз. Так, мен былай қолданайын, иә, бүйтіп алып кетейік. Так, бүйтіп алып кетейік. Так, иә, молодец. Қазір енді Амбер кәдімгідей жеткізеді ғой енді. Так, қолданып жүрейік былай. Мә, енді мүмкіндік бермейік енді бұл жерге. Мә, біз. Енді, конечно, так, ұтуға шанс бар, бірақ сонда да ұтылуға да шанс бар негізі. Так, бүйтіп жүрейік. Так, бүйтіп үстіп. Таран алып кетейік. Мә. Так. Так, давайте, тездетейік. Қиын болады мына жерде қазір. Так, не болып отыр? Туф. Өзім не істемесем енді. Так, қазір былай жасайық. Хопля, бүйтіп. Ой, мә, тупить етіп жатырмын менде бір. Қазір егер де теңдетем болатын болса, онда бізге қосымша уақыт береді қазір. Так, бүйтейік. Так. Мә, не болып жатыр өзі, мә. Так, үстейік, так. Давайте, мә, Честер, давай жақсылап тұрып ойнаш енді. Так, без варианта ол бұл жерде. Так, мен бітейін. Бүйтіп лақтырып жейік. Давайте, мә, жігіттер енді, мә, шанс бар енді. Так, өстіп жейік. Так. Так, давайте, мә, алып кетіңдерші, мә. Жігіттер, бізге қазір қосымша уақыт беріледі. Және біз қазір ұту керекпіз. Жоқ, достар, иә, біз ұтып кеттік. Иә, базар жоқ, достар, мә, енді біз ұтып кеттік, иә, шынымен де. Біз ана жерде қанша? 94%-ке, иә? Яғни 1%-ке озып тұрмыз. Так, шығайық бұл жерде, мә, достар, енді. Давайте біз қазір тағы да ойнайық осы погрузканы. Бірақ бұл жолы енді тағы қандай бар, мә, байецтер. Жаңа байецтер. Так, мен көрейін жаңа байецтер. Так, бұл жерде давайте біз Кленси алайық, иә? Кленси де сол жаңа байец қой енді. Кеттік, Кленси алайық. Так, давайте осымен ойнап жүрейік. Тағы да бір рет погрузканы. Енді осы жолы да ұтамыз деген ойдамын. Так, менде напарниктерден Бастер және Отис, иә. В принципе, иә, өте жақсы байецтер. Так, мен қазір енді атакаға кетейін. Так, бұл жерде, так. Маған қазір тезірек
уровеньде көтеру керек негізі. Так, Clancy'ге тезірек уровеньді көтеру керек. Так, давайте. Так, мен қазір кішкене жақындау керекпін да негізі. Так, оларда да бастер ғой негізі. Спайк және кім бар тағы мына жерде? Гейл, я? Ай, қабат деген ай достар, біз енді қазір артта қалып жатырмыз. Так, давай. Так, мына Гейл де бір енді конкретно бізге кедергі жасап жатыр. Так, мен бүйтіп супер... хотя мен ультаны бекер қолдандым. Так, байқайық. Мә достар, мен де тупить етіп жатырмын негізі. Clancy мен өкінішке орай мен жақсы ойнай алмаймын. Так, ана жерде Спайк енді өте жақсы тұрып алды негізі. Стенаның артында былай тығылып. Міне өте жақсы тұрып алды негізі міне Спайк деген. Прям кедергі жасап жатыр да. Так, атака жасайық, давайте, шанс бар ғой енді ұтуға. Каники, тезірек. Менше ұтылатын секілдіміз. Егерде ұтып кетсек, онда шынымен де біздің жолымыз болды. Бізге міне қазір қосымша уақыт берілді. Так, давайте достар, давайте тезірек алып кетейікші, Мен уже эмодзиін көрсетіп қойдым. Достар, біз алып кеттік енді, Бұл енді шынымен де базар жоқ, біз енді прям болмай жатқан жерден алып кеттік қой енді. Жарайды, шығайық енді бұл жерден достар, Мен айтпақшы, міне звездный игрок дейді. Өте керемет негізі енді. Мықты ойнадық негізі. Давайте шығайық қазір енді. Так, давайте қазір енді погрузка емес енді, басқа нені ойнайық. Так, мына расхитители гробницы ойнайық. Так, осыны ойнайық қазір. Бұл жерде енді подарка ғой ең бастысы, осы подарканы алып кету. И өзінің былайша айтқанда так, белгіленген жерге салу. Так, Clancy'ге біз қазір нені алайық? Міне. Так, очки силаны алайық. Так, қазір, және мен қазір енді Clancy емес, басқа бір бравлерді алайын, Так, қайсысын алайық? Давайте мен қазір Артиді алайық. Так, Артимен ойнай берейік, Көрейік енді, қалай болады екен. Бұл карта негізі тоже негізі подарка ғой, яғни бұл жерде ең бастысы енді екі подарканы тезірек салу керек та, алып кету керек та. И бұл негізі өте тез ойында негізі бұл событиясы. Бұл жерде өте тез бол керек. Және қарсыласты үлгермеу керек та, яғни сен былайша айтқанда подарканды алып кетпеу үшін. Мен енді әдеттегідей қазір жаман ойнап жатырмын. Біздікін уже алып кетті міне. Біздікін алып кетті. Мен ойлаймын, бізде қазір алған шығармыз, ана жақта. Так, біз қазір мына жерде міне Clancy өте мықты ойнап жатыр. Так, достар, уже біздікін біреуін алып кетті. Так, мен білмеймін, мына жерде мынау. Достар, енді Clancy өте қатты мықты ойнап жатыр негізі. Бізде қазір бір менікі негізі не ғой, атака ғой. Так, Эдгар, давай енді сен тезірек
Бар да ана жерге тезірек алып кетсейші подарканы. Так, мен ох, мә достар, мен қазір алдым. Так, қазір ана подарканы тезірек алмаса, онда ана жоқ болып кетеді. Так, мә достар. Китті бекер алды негізі бұл жерде. Өйткені кит бұл жерге, бұл событияға енді событияда мықты емес та негізі. Иә, біз бұл жерде ұтылып қалдық негізі. Енді олар алып кетті ғой, все уже. Иә, міне уже қазір салат қарсыластар. Как бы, иә. Так, давайте мен қазір енді, иә, өкінішке орай енді ұтылып қалдық. Қазір бұл жерге енді бір тез сондай тез жүретін негізі бравлерді алу керек. Мен қазір Леонды алайыншы енді қазір, иә, Леонмен ойнап көрейін. Егер де болмай жатса, енді иә, басқа бравлерді алатын боламын. Так, Леон қайда бізде айтпақшы. Так. Міне. Так. Иә, Леон менде максимальный. Кеттік достар, тағы да енді. Бұл енді екінші раунд. Иә, достар, міне менің напарнигімде Мико және Сэнди. Бұлар енді екеуі де мықты. Қазір Мико секіріп, иә, тезірек подаркаларды алып кетеді. Так, мен қазір былай так, Мортиске бермейік мына. Так. Так, подарка не болды ана жақта. Так, былай, так, Амберді алып кетейік. Так, мен қазір міне тезірек жеттім. Міне Мико тоже уже жетті. Так, алып кетейін былай. Так, давай, Мико. Ох, мә достар, мына жерде Мортис мені ұрлап кетіп бара жатыр. Міне, Мортис. Біз енді бермейміз оны. Так, былай қолданайық. Бүйтіп үйістіп алып кетеміз ғой енді. Так, гиперзарядты қолдандым мен. Және біз все, иә, уже ұттық, иә. Міне достар, енді өте тез ойын негізі, иә. Өте тез болды, және біз тез арада былай ұтып кеттік. Және мен звездный игрокпын, достар. Так, давайте біз қазір шығайық енді бұл жерден. Мен қазір басқа бір бравлерді алайын. Енді, так, кімді алсам болады енді? Мә, давайте сол баяғы. Так. Мә, енді мен білмеймін кімді алатынымды тіпті. Давайте біз қазір, давайте тағы да сол Леонмен ойнай берейік. Көрейік енді тағы да. Әрине бұл событияға негізі өте мықты боец ол Мико, иә. Қазір бүкіл Миконы алып жатыр, өйткені ол стенадан секіріп кетеді да, тез алып кетеді. Эдгарды алса болады. Және тағы кім, тағы Мортисті, иә, өте көп алады. Так, егер де қазір алғанда, иә, мына жерде Мико қазір енді что-то қорқып жатыр, иә, енді. Так, біз қазір үстіп алып кетейік. Так, все, молодец. Мен қазір, иә, суперді бекер қолдандым негізі. Так, мыналар да біздің немізді алып кетті, иә. Так, өкінішке орай. Так, мен бекер қолдандым негізі на гаджетті. Так, что-то я қуып жатырмын. Так, мен что-то мен не істеп жатырмын мен өзі. Қазір біз үстіп алып кетейік. Так, мен енді подарканы ала алмадым, иә, өкінішке орай. Ох, достар, мә, алып кетіпті ғой ана Мико. Иә, достар, мә, өкінішке орай, иә. Так, жіберіп алдық. Так, шығайық енді бұл жерден. Мен қазір басқа боецті алайын. Кімді алсам болады енді? Давайте мен сол Миконы алайыншы енді. Өзім ойнап көрейінші Микомен. Так, менде Мико енді максимальный деңгейде ғой. Кеттік. Мен қазір тез енді сол подарканы алып, тез просто. Және әрине напарниктер енді қарсыластарды енді
ұтып жүру керек та. Так, ол жерде динамайк бар екен тағы да. Міне Эдгар, иә, Эдгарда көбісі алады тоже. Так, мен қазір бейан алып кетейін мына. Так, мен қазір тупить етіп жатырмын, я тоже. Мә достар, әні уже, иә, Эдгар жіберді былай подарканы. И олар өте неді, команда ретінде тез ойнап кетті да негізі. Так, маған қазір динамайкті құрту керек негізі. Так, мен бүйтейін. Так, үстейік. Бірақ маған қазір енді алу қиын болады оны подарка. Мен қалай аламын оны? Егер де үшеуі де мына жерде болса. Так, мен түсіп қалдым мына динамайктың несіне. Так. Ох, достарым, я ала алмадым, өкінішке орай. Так, менше ұтыламыз, иә, бұл жерде. Менше ұтыламыз. Так. Былай жасайын. Так, мен былай жасайын, мына динамайкта бір тур тезірек алып кетпесек. Ай, достарым, Так, мен былай жібердім. Так, все, подарка менде. Так. Нашар ойнап жатырмын негізі. Давайте, мә, достар, енді бермесеңдерші. Туф, мә, енді мә қайтадан ұтылдық қой, иә. Все, олар уже алып кетті. Так, давайте тағы да шығайық, енді тағы да ойнайық қазір. Енді күту ұзақ, иә, күту ұзақ, туф. Иә, бізбен бірге ойнайды екен. Ана Лори. Так, және қарсыластарда да Мико, иә. Жоқ екен. Я, оларда Мико жоқ екен. Ну, бізге онда оңай болады негізі, өйткені ана жерде 8 бит, иә, мысалға. Өте жаяу жүреді ғой негізі. Жоқ, ол арти ғой. 8 бит емес. Так. Мен что-то... Бұл жерде Макс енді конкретно мықты ойнайды. Так, мен қазір Максқа тиюдің өзі мә қиын ғой мына жерде, мә не мұның. Так, алып кетейік, былай тезірек, мә бұл жерде арти. Так, мен былай кеттім. Так, алып кеттік. Так, все, мен қашайын енді бұл жерден. Менде қазір қуды интернет қуды, достар. Мә, менде интернет қуды. Так, ультамызды қолданайық енді тезірек жету үшін. Так, мен қазір мә саған алып қалай екен. Мен өкінішке орай мә лақтырып үлгермедім мә мына стенадан. Мә достар. Так, давай. Так, мен лақтырып, қабеттігіне мені қайтадан стенадан мені өте алмадым. Давай. Жоқ, ана жерде уже мә қарсылас все, екі подарканы жекісіп қойды. Так, давайте мен мә енді Микомен шаршап кеттім ғой, ойнайын деп. Басқа браулерді алайық. Әйтеуір енді ұтылып жатырмыз енді. Білмеймін енді кімді алатынымды. Давайте мен қазір, так, кімді алсақ болады негізі. Так, мастерствоны көрейік. Мастерство жақтан, так, қалай болады екен. И в принципе, давайте мен қазір, так, дракон алайын. Так, драко болмайды. Так, давайте мен сол. Так. Клинсиді алып көрейік енді. Жаңа байыс ретінде. Так, мен басқа жерге кіріп кеттім. Так, Клинсиді алайық. Мен қазір енді Клинсимен бұл жерде просто басқа қарсыластарды, иә. Так, өлтіріп отырам, и все. Так, давайте ойнасайшы енді. Мә, Макста мынау туф, осы рандомныйлармен ойнасан осы ғой.
Ай қабаттеген ай достар, мә бұл жерде кім бар ғой? Туф, Кензи, міне. Кензимен ойнау қиын енді. Кензиге қарсылас. Так. Мен өзім что-то ұмытып қалдым. Не істеу керекпін өзі? Кензи бұл жерде бүкілін жыртады енді. Мә, мынау Кензи енді, мә. Так, туф, міне біз қайтадан енді ұтылатын болдық қой, туф. Так, олар уже міне бір подарка жеткізді. Міне қазір міне Мортисені жеткізеді. И все, үстіп енді ұтыламыз. И мына же қазір Кензи, енді Кензиді ұту бұл жерде енді невозможно ғой, енді мынау. Сол себептен достар, сіздерде егер Кензи бар болса, осы Кензиді таңдай беріңіздер. Бұлармен ойнау енді шынымен де өте не да? Имба ғой негізі, боец. Так. Так, мына жерде Мортис енді ештеңе жасай алмайды маған. Так, иә болды, достар, міне екінші подаркты жеткізді. Қайтадан ұтылдық. Қайтадан ойнаймыз қазір. Өзі ұтамыз ба, ұтпаймыз ба, мен соны білмеймін да негізі. Бір жақсы бір напарниктер шығу керек та негізі бұл событияға. Міне достар, міне бізде міне напарниктер все. Кензи және міне Мико менімен бірге. Все, біз қазір енді ұтамыз, енді бұл жолы ұтамыз, шынымен де. Так, қашты анау. Так, енді достым, мыналар енді қазір жеткізеді ғой, туф. Давай, енді тезірек бар анайға. Так, мына Лилиді алып кетейік. Так, мен что-то қуып жатырмын, Давай, лақтырсайшы енді, туф. Біз болды, ұттық қой. Иә, достар, бұл жерде енді өте оңай болды. Өйткені бізде Кензи және Мико. Қазір біз басқа браулер таңдайық енді. Давайте енді тағы да ең соңғы рет ойнай салайық енді осы нені. Давайте мен қазір кімді таңдасам болады, давайте қазір біз Гейлді таңдай салайық. Кеттік. Осы жолы да енді ұтамыз деген ойдамын. Қазір мен енді достар, бізде напарник Кензи және Вольт. Мен ойлаймын қазір ұтамыз деп. Бұл жерде ең қауіптісі Мико ғой. Бұл жерде Мико ең қауіптісі. Мұнан тезірек қашып кетуі мүмкін ғой бұл жерден. Так, атака жасайын. Бұл жерде еще Динамайк, бұл жерде. Динамайк бұл жерде енді кедергі жасап жатыр бүкіліне. Так, аны Динамайкқа мен қалай жетемін енді, қиын болады ғой негізі. Динамайк бұл жерде бүкілін енді контрит ететін болады. Так, біреулер Вольт па сол. Енді достар, міне енді болмады енді, Кензидің өзі негізі көмектеспеді. Енді көріп отырғандарыңызда, Гейлдің өзі мысалға осы событияға енді көмектеспейді да. Мен қазір енді Эдгармен ойнайын. Көрейік енді Эдгармен ойнап. Бірақ қиын болуы мүмкін. Енді бұл жерде қиын болуы мүмкін. Өйткені Эдгардан рангі көп қой. Ранг жоғары, және соған да байланысты да негізі қиын болады ма, оңай болады ма. Так, кеттік ендеше тезірек. Так, мен қазір суперді енді барынша тезірек толтырып. Так, мен мына жерде, мен негізі бекерге шықтым мына жерге.
Так, мен қазір былай секіріп енді тезірек қашайық енді осы подаркамен. Міне қазір өйстіп, иә, Эдгармен біз тез алып кетеміз да. Так, мен ала алмадым, иә, ана жерде бея, иә, шынымен де өте мықты екен. Қазір тик алатын шығар енді, иә, подарканы. Ай, бәрекелді, иә, тик алды подарканы. Ал менде интернет конкретно қуып жатыр. Қазір біз мына Фрэнкті аламыз. Так, мен қазір ультаны толтырайын енді тезірек. Жақсылап тұрып, так, былай қашайық енді. Так, мына жерде. Так, үлгермедім, иә, үлгермедім. Өйткені биямен не Эмз өте жақсы қорғады. Так. Ала алмайды бұл жерде Фрэнк. Бұл жерде Фрэнк енді ештеңе жасай алмайды. Так, мен алып кетейінші мына. Бұл болмады. Так, мен қазір Фрэнкті алып кетейін. Мен қазір өйстіп секірейін. Так, все, қашайық енді бұл жерден. Қашайық тезірек. Ах, достар, мына бея деген енді өте жақсы қорғап жатыр енді. Так, бізге қазір тезірек подарканы алу керек. Мен былай кетейін енді, Қазір бея қайтадан маған кедергі келтіруі мүмкін. Но беяны вообще мені басқа жерге кетсе ғой, мынау мүмкіндік бермей жатыр. Мен білмеймін, қалай алу керек екенін бұл жерде. Так, мен атака жасай берейінші, өйтіп мына Фрэнкке все. Так, өйтіп атака жасайық, мына беяны алып кетейік, все. Өйтіп былай кетейік, все, бүкіл қарсыластарды ұтып кеттік. Ал қазір все, енді изи ойын бұл, изи, все. Все, біз ұттық. Иә, өте күшті ойнадық, достар, негізі. Так, бұл базар жоқ, енді ойын болды, мені қараңыздар. Енді бұл ең күшті момент шығар енді. Так, достар. Ладно, достар, енді шығайық бұл жерден. Бұл біздің енді ең соңғы атакамыз. Әйтеуір енді өте көп ұтылдық, өте көп ұтқан жоқпыз. Және, так, не істейміз енді, иә? В принципе, осы. Мен қазір енді басқа да бір событияны ойнап тастайын ба деп ойлаймын да. Давайте мен қазір, так, Brawl Ball ойнап тастайық, қазір. Немесе Brawl Ball 5-5 ойнап тастайық. Бұл тоже өте қызық қой енді негізі. Және қазір Brawl Stars'та осы мастерство без границ болып жатыр. Сол себептен де бравлерге мастерствоны енді көтеріп алсаңыздар болады тезірек. Так, осыны қолданып алу керек. Давайте біз қазір так Brawl Ball ойнайық. Мен қазір Brawl Ball'дан кімді таңдасам болады? Так. Енді так. Ну, давайте Боно таңдайық. Бомен ойнай берейік. Так, мына жерде былай қойайық. Так, үстейік. Так, шығайық бұл жерден. Давайте Brawl Ball 5-5. Бұл жерде енді тоже өте қызық. Бұл жерде тағы Кензи бар екен қарсыластарда. Қазір біз енді көрсетеміз ғой бұл жерде қалай ойнау керек екенін. Опа, мына жерде көрдіңіздер ме? Тара байқатпай, шығып қалды астыдан. Бұл жерде негізі дальность өте маңызды ғой. Бұл жерде дальниктерді алған дұрыс. Мынау енді мынау Эль Примо енді өте пысық екен бұл жерде. Так, давай, достым. Так, не болып жатыр өзі. Так, мен былай жасайын. Хотя жоқ. Так, ана жақта Джесси. Білмеймін, достар, енді бұл жерде негізі ойнау тоже қиын негізі. Гол соғу оңай көрінеді, бірақ ойнау қиын. Так, мына Кензи не істеп жатыр өзі Так, былай лақтырайық. Болмай жатыр мына ультаны лақтыру.
Так, давайте, мә жақсылап тұрып қорғаңдар, енді бермеңдер бұған. Ана жақта Эль Примо енді шынымен де өте мықты ойнап тұр негізі. Мә, дәл қазір енді гол болатын сияқты мына жерде. Кензи енді бүкілін жыртып жатыр, мә. Бізде жақсысы не бар ғой? Так, ай әттеген-ай, ана жерде как гол болатын секілді, иә. Мына жерде Джесси тоже өте кедергі жасап жатыр. Мә, мына жерде тарада, мә, конкретно, иә. Ультасын қолдан, прям. Так, базар жоқ, Фрэнк, мә, ана жақта Эль Примоны тартып алады ғой. Так, Кензи конкретно жасап жатыр енді өз тірлігін. Бізге қазір қосымша уақыт береді енді. Так, ойбой, мә, мына жерде. Так, біз қазір ұтылып қаламыз, иә, негізі. Мен ойымша ұтылып қаламыз. Ай, мә, достар, мә, ұтылып қаламыз, иә. Гол болады қазір. Иә, достар, мә, ұтылып қалды енді, мә. Соншама ойнап едік. Давайте біз тағы да ойнап тастайық енді. Брол болды, 5-5. Енді қайтқанмен де өте қызық қой негізі. Қазір брол бол, міне 5-5, екінші раунд кет дегенде ше. Осы жол енді оңай болу керек. Так. Центрге енді кіру мүмкін емес енді. Так, мына жерде какашка спайк, міне. Давайте, мә, ана жерде какашка спайк, конкретно мені жеріп жатыр. Және қайтадан гол болады, иә, қазір қателеспесем. Так. Кеттік, алып кетейік. Менше ұтылып қаламыз, өйткені бұл жерде қарсыластарда Кензи бар ғой. Так, давайте мына Дэрилді алып кеттік. Қазір гол соқ, давай, достым. Және иә, біз гол соқтық, иә, біздің команда гол соқты. Қазір мен былай жіберем мені. Так, ультаны. Так, былай жасайық, допқа енді ешкім тиіспесін. Так, ана жерде мені, иә. Қиын момент болды. Так, қауіпті момент. Так, былай жіберейік. Ал доп қаяқта өзі? Так, бермеңдер, мә, енді гол соғуға бермеңдер. Так. Мен өзі атака жасай алмай тұрмын ғой, что-то мына жерде. Қазір біз екінші гол соғамыз енді. Так, 15 секунд қалып, достар. Егер біз қазір гол соқсақ, екінші. Ой, мә, мынау да бір енді. Так, қай жердеміз? Ұттық, иә? Все, достар, иә, ұттық қой енді. Бір голмен енді ұтып кеттік. Күшті ойын болды негізі, иә, ұттық, шынымен де. Мен қазір, давайте қазір тағы да ойнайықшы енді, осы брол болды 5-5. Енді кәдімгідей ойнап тастайық, иә, осыны. Брол болды 5-5-ті. Так, мен қазір шығайын. Қазір тағы да ойнап тастайық, осы брол болды 5-5. Енді маған ұнап қалды енді негізі осы. Ұнайды да негізі осы брол болды 5-5 деген событие.
Бұл жерде енді прям не ғой, футбол ойын 5-5, иә. Кеттік. Осы жолы ұтамыз деген ойдамын тоже. Қиын енді бұл жерде қиын. Напарниктер ең бастысы жақсылап тұрып ойнаса болғаны ғой. Так, мына жерге оқ, міне бірден алып кетті ғой, мынау Нани, тезірек алып кетті. Бой, достар, біздің команда уже соқып қойды міне бірінші голды. Так, былай жасайық қазір. Так, менікі пас берейін былай. Так, давай. Так. Ана жақта Кензи конкретно жыртып жатыр бүкіл енді. Шынымен де енді Кензи өте мықты персонаж. Так, былай. Қазір Кензи соғатын секілді ғой. Так, жоқ, соқпайды, Қазір біз енді жақсылап тұрып алып кетейік мына жерде. Оқ, достар, ана Нани қазір жарайды, енді ештеңпейді. Так, мен қазір былай пас берейін. Хотя жоқ, мен бекер бердім негізі пасты. Так, мына жерде Грей что-то ойнамай жатыр, Былай алып кетейік. Так, давайте ал, қазір төртеумізде енді соғайық енді голды. Және ана жерде міне соқтық біздің команда, гол соқтық, достар. Прям төртеуміз енді прям жеттік қой, қарсыластың воротасына. Және гол соқып кеттік. Достар, негізі күшті ойнадық. Базар жоқ енді, күшті ойын болды. Кәнекей шығайық енді бұл жерден. Осымен ойынымызды аяқтайық, достар. Видеоға лайк басып кетіңіздер, каналға тіркеліп кетіңіздер, комментарийға өз пікірлеріңізді жазып кетіңіздер. Ал мен сіздерге бар жақсылықты тілеймін. Сау болыңыздар.